Бірінші кезекте малды соймас бұрын жерді қазып дайындап аламыз. Енді бұл жерді не үшін қазамыз? Біріншіден бұл адам аяғы баспау керек, қанды. Екіншіден иттер келмеу үшін, тазалық үшін, табиғатты қорғау үшін. Неғұрлым терең қазған дұрыс болады. Тереңге қазып алдық. Қазір қанын ағызып болғаннан кейін көмір үстінде көміп қоямыз. Малды соймас бұрын пышағымызды өте өткірлеп аламыз. Өйткені неге дейсіз? Малды қинамас үшін пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан, пышақтарыңды малдың көзінше қайрамаңдар, және де пышақтарың өткір болсын деп. Сол үшін қайрап аламыз. Келесі, қойдың аяғын, бір аяғын бос қоямыз. Неге дейсіз? Өйткені жаны жылдам шығу үшін, қиналмас үшін. Қойдың басын құблаға қаратамыз, құбла жаққа қаратып, Құранын оқып, одан кейін бисмилля, Аллаху акбар деп ауыздаймыз. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Енді қойдың құлағымен бір көзін жабамыз, мына ашық тұрғанда. Өйткені көзімен адамды көрмеу керек. Одан кейін уақыт тамағын қаттырақ ашамыз да пышақпен бисмилля, Аллаху акбар деп тартамыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллаху акбар. Бұның қан сразу жұлындамаймыз, бірден жұлындамаймыз, қан аққанын күтеміз. Малдың мына екі күре тамырынан кесеміз. Мал деген сіздің пышағыңыздан өлу керек. Бірден жұлындауға болмайды. Өте бір ескеретін жағдай. Қан ағып болғаннан кейін, толық денесіндегі қан шыққаннан кейін барып жұлындаймыз. Өйткені денесінде қан қалып қалса, күмәнді болып есептеледі. Бұл мал адал болып есептелмейді. Шамамен қанша минут күту керек? Ондай уақыт бар ма, ондай жоқ па? Әр мал әртүрлі ғой. Қанына қарай, қан қалай ағып тоқтайды, бүкіл денесіндегі қан жыбырлауы бәрі тоқтаған кезде барып жұлындаймыз. Қаны ағып болды, міне тоқтап. Енді жұлындауды қалай жұлындаймыз? Басын сындырамыз. Жұлын дегеніміз не? Бисмилля, Аллаху акбар. Жұлындауды. Ал шәкірттер ендігі кезекте сирақтарын алып бөліп, бірінші бөліп аламыз, потом артын шығарамыз, сосын келесі кезекте ілеміз. Қазір сіздерге толықтай түсіндіремін. Бірінші артқы аяқтан бастаймыз. Артқы аяқтың міне бүгіп көріп аламыз. Мына жерде асықты жілік дейді, мынау асық болады. Асықтынан бөлеміз. Асықтың жоғарғы жағында төмпешік болады. Одан бөлеміз. Асықтың жоғарғы жағы, е? Асықтың жоғарғы жағы. Бұтымызға қысып алып жүргіземіз. Бұлайнан бір тілеміз. Келесі алдыңғы аяғын аламыз. Алдыңғы аяғының буынынан. Буынынан көрінеді. Өзі оңай шығады. Сындырамыз. Толықтай бірақ кесіп тастамаймыз. Кейін бұны да бөліп аламыз. Бұны төс жағынан бөлеміз. Төстен. Төстен алып, мойынға қарай жүргіземіз. Мойынына. Келесі аяғын. Міне буын бүкілді. Бүгілгенде, мына жерінде асық тұр. Асықтың үстінде мына жерді ұстасаңыздар өзі белгілі. Төмпешік тұрады. Бұл да мына жерде асық тұр. Бүгілген жағынан төмпешіктің үстінен кесеміз. Неге? Бұл жерде қосылған жері бар, сирақтың. Мінекей. Сирақтың қосылған жері. Біз сындырып алдық, толықтай кеспейміз. Келесі аяғымызға қысып аламыз да екінші жағын тілеміз. Екіншісіне келтіріп. Міне көрдіңіздер, артын бір тілдік, алдын бір тілдік. Енді жамбасынан бұл терісін артына қарай, құйрығына қарай кесеміз. Неге көріп тұрсыздар, еркек мал, ұрғашы мал айырмашылығы жоқ. Еркектің мына құйрығын дейді, көтеніне ғой енді. Соны
ойып аламыз. Екі жағынан тіліп, өйткені терісін сыпырған кезде оңай болу үшін. Екі жағынан тілдік, мінекей көргендеріңіздей. Енді алдыңғы жағын не аяқ бүгілді, бүгілген жерде. Мына жерде ұстасаңыздар екі жағы бар. Мына жақ ұшы бар, мына жақ ұшы бар. Осының ортасынан. Мінекей бүгілді. Бүгілген жерден бүйтіп тілеміз. Көріп тұрсыздар ма? Буыны. Әр нәрсені буын жілік-жілігімен шығардық. Қысып алдық. Бұны төсіне қарай тоже. Төсіне қарай тілеміз. Сонда бізде опылайынан бір тілдік, мойнына екі тілдік, үш тілдік, енді төсінен жамбасына қарай төртінші рет тілеміз. Терісі жұқа болады, қатты тықпаймыз, өйткені қарын жарып кету қаупі бар. Сондықтан жұқалай терісін ғана тілеміз, үстінен терісін көтеріп алып, терісінен тығып, терісін тіліп отырамыз. Міне бұл шыбығы, бұны алып тастаймыз. Келесі, бір жамбастан аламыз да, артқы аяғын бірінші шығарамыз. Терісін тартамыз, шығарамыз. Қатты тіліп кетсе, жыртылып кетеді. Сондықтан ақырын тілеміз. Қатты баспаймыз, пышақта кішкене көлденең ұстаймыз. Ашамыз, көлденең ұстаймыз. Көріпсіздер ол көлденең. Құйрық жағы майлы болады. Мына жерін тіліп аламыз да. Мынаны кесіп, осылай кестіңіздер, ұстадыңыз. Өстіп тартып шығарса да болады. Тартып қарамыз. Бір жағы шықты, дайын. Келесі екінші жағын дәл солай, бірақ мына астыңғы жағынан бастаймыз. Асты жағынан алдық, тілеміз. Қарын жағы бар ғой екен. Терін тартып тұрамыз. Өзімізге оңай болу үшін. Шығардық. Келесі жағын дәл солай шығарып аламыз. Бұл қылшық болғаны түк етпейді. Бұны шикі нанмен алып аламыз. Қылшықтарын бәрін тазалаймыз. Бұны да дәл солай кесеміз. Тілеймізде. Бұл жерін ашып жүреміз. Кожа мен терінің ортасында өзі осындай пленка болады. Сол пленкадан кесеміз ғой. Болды. Енді екі артын шығардық. Ендігі келесі мәселе іліп ап, қалғанын іліп соямыз. Кімде возможность бар, солар іліп керек. Ілмесеңіздер, жеде жатпа соя беруге болады. Ешқандай қорқыныш жоқ. Енді мінекей қойымызды іліп алдық. Енді бұның бірінші басын алып тастаймыз. Бастың бізге енді керегі жоқ. Басты және кескен жұлыннан алып тастаймыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Өзі кесіліп тұр. Басты алып тастаймыз. Енді бастан кейін сирақтарды аламыз. Сирақтар кесілді, дайын тұр. Өзінің жұлынымен кетіп тұр, жұлындарынан ала саламыз. Аяқтары. Төрт сирақ. Енді бізге ілінген қойды сойы оңай болады. Неге десеңіз, ілініп тұр, ыңғайлы бізге. Аштық терісін. Тері мен еттің ортасында мына пленка бар, жұқа пленка. Сол пленкамен кесеміз ғой. Мінекей көріпсіздер ме? Міне жұқа пленкасы осы. Сол жұқа пленкасын жібермей көбіне. Енді үйренгенше солайынан. Қазір қиындау болуы мүмкін басында, бірақ бір-екі рет сойғаннан кейін оңай болып кетеді. Қол үйреніп кетеді ғой. Қол үйреніп кетеді.
Осылай пленкасынан шығарамыз. Мына жағын кішкене шығарып алдық. Мына көгетін шығардық қой, Ендігі мәселе, бұны пышағымызды қадай салайық. Қолбағымызды шешіп, қолымызды осындай кейітте ұстаймыз. И бұны бұлай ірейміз, іреудей базайтады. Таза сойылу үшін. Көрдіңіз, пышақпен болса кесіп тастауымыз мүмкін, бұлай осылай сойсақ тап-таза сойылады. Ал мынандай майлы жерлерін пышақпен тіліп жүреміз. Ашып жібереміз төс жағын. Мінекей төсті аштық. Ары қарай оңай кетеді. Бас жағын ашып жіберсеңіз болған. Мінекей. Алдық. Шығардық. Арт жағында солай істеуге болады, көгетіне. Қолды қалай істеу керегін бір көрсетші. Қолды қатты былайынан жүрмаймыз осылай. Өйткені мына жермен істейміз ғой. Сол жермен итереді, иә? Осы жермен итереді. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Мына жақтағы көгеттер ол желінбейтін еді, ол терімен бірге кетеді. Ешқандай қиындығы жоқ. Қолыңызбен соя бересіз. Пышақты алдық. Төсті шығарып жүреміз пышақпен. Төсті қалған жерге. Мойынды шығарып жүрсек болады. Ендігі мәселеге құйрық жағына келеміз. Құйрықты аламыз да қайырамыз. Жоғары қарай астынан көтерсек, сол кезде оңай болады бізге шығарғанға. Ақырын өсіп тіле бересіз. Құйрықты өсіп қайырып алдыңыз. Құйрықтың өз сыртымен тіле бересіз. Көріп отыр ма? Құйрықты қайырдық. Желеш жағынан, ыңғайлы жағынан, құйрық жағынан бастаймыз. Жәнегідей дәл солай. Шығарып аламыз. Пышақ міндетті түрде өткір болу керек. Қайырамыз. Өзінің құйрық пен терінің ортасындағы жолмен жүре береміз. Бұл құйрық жағының терісі өте жұқа болады. Неге десеңіз, өйткені құйрыққа майдың бәрі құйрықта болады. Сондықтан теріс жұқа болады.
Мінекей бұл құйрығы шыққаннан кейін ары қарай өте оңай болады. Құйрығы шыққаннан кейін арт жағынан бастаймыз. Жәнегі шығарған жағымыз сол жағынан шығарып алдық та, енді осыдан ары қарай оңай болады. Одан ары қарай қолымызбен ресек болады. Қолымыз бір күресте еді. Осылай ұстадық. Типа ключ сияқты ғой, кілт ұстаған. Кілт ұстағандай ұстаймыз да, сонымен итереміз. Қолдан қалай жұмыс істейді? Мынандай жерлеріне келген кезде мына бас бармақпен итереміз ғой. Теріге ет қалдырмаймыз. Ет қалған жағдайда пышақты алып, пышақпен шығарып аламыз. Етті қалдырмаймыз. Неғұрлым таза союға тырысамыз. Көріп тұрсыздар ғой мына пленканы. Өте жұқа пленка. Шыбығын кесіп тастайық. Еркек мал болғаннан кейін шыбығы болады. Шыбығы деген мынау ғой? Шыбық деген. Ұстадық, жердік. Ұстадық. Мына жерін алып, мына жақ шетін кесіп жіберсек болады. Екен мықты болады бұл жағы. Қолын көтереміз де. Аста қарай тартын қысық болады. Кейінгі тіліп жібереміз. Төс жағын шығарамыз. Төсінің майын жібермей шығарып аламыз. Енді арт жағы қалады, арт жағы өте оңай. Бұны тарта салуға да болады. Сыпырасаңыз да болады, пышақпен шығарсаңыз да болады. Бірақ енді сыпырған оңайырақ болады ғой. Мойын сыпырып алдыңыз. Мойын жағын тастаңыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Терісін астына жайып қойсақ болады, өйткені қан ішек қарында осыған төріп береміз. Жерде сойсаңыз осының үстінде бұза беруге болады. Өйткені терісі таза, өзінен шыққан. Достар, мінекей бізде қоймыз терісі сыпырылды, бірақ та қайрап тұрғандай өздеріңізде қылшықтары бар, қыл-қыбырлары бар, жүндері. Оны қалай аламыз? Бір кесе ұнмен суда араластырып, осындай нан жасаймыз. Ешқандай артық қоспаның керегі жоқ, сумен нан. Келесі кезекте сол нанымызбен осы жүндерді алып аламыз. Мұндай алынбайтын жүндерді қолмен аламыз. Ал мұндай ұсақ жүндерді наны өте алады. Мынау дегеніміз пластик секілді жабыстырып алады өзіне. Тазалап аламыз. Қылшықтың бәрін тазалаймыз. Өйткені көзге көрініп тұрған қылшықтарды, сыртында тұрған қылшықтарды. Мінекей көріп тұрсыздар қаншама қылшықтар жиналды, Тағы да бір жүреміз кеуде жағында.
Қол жағында қылшықтар. Қойдың жүні болғаннан кейін ол міндетті түрде жабысады. Ешқандай қойым қылшық болып қалды деп қорықпаңыз. Особенно қазақиларда ғой. Особенно қазақи қойларда өйткені жүні көп болады. Сосын келесі құйымшағын артын оямыз. Құйрығы тұр, құйрығын аламыз, көтеншегін алып, бірінші ойып аламыз. Неке көтені. Неке көріп тұрғандарыңыздай осындай бос болып қалу керек, оны ішіне салып жібереміз. Осы құйрығымен бірге шығып кетеді. Екінші кезекте мойын жағынан. Осы мойын ұстайсыз, тартасыз, өңешімен кеңірдеген. Неке көріпсіздер, алдық. Өңешімен кеңірдеген жеке бөліп аламыз. Еттен көріп тұрғандарыңыздай өңеші кеңірдек. Оны жыртамыз. Қазір бізге Бірстап көрсетейік. шек қарында алған кезде ыңғайлы болу үшін тез жесек болып шақпайды. Одан кейін бізге мынау кедергі жасап тұрған шыбығын алып тастаймыз. Шыбығын алдық. Алып, осы жерге қоя тұрамыз. Кейін алып тастаймыз. Ендігі кезекте қарнын жарамыз. Жоғары тұсынан тесеміз. Тесілді. Енді ақыры жүргіземіз астық. Мінекей жамбастың тура астынан тесеміз, өйткені мына жерде. Бұның ішінде қуығы бар, ішінде нәжіс болады. Кіші дәрет. Жарылып алмаңыздар. Қолыңызды ішіңізіне салдық. Ақыры тілеміз. Шек қарынға тиіп кетпейтіндей. Енді мінеке қараңыздар. Жәнегі құйрықты неге тіліп алдық. Мінеке ар жағында тесік тұр, сразу бірге түсті. Бірге аламыз өйткені бұны бірге. Енді осындай жерден асықпай көрсетейік. Шек қарынды енді түсіре беруге болады. Ақырын аламыз. Өз шек қарны жеке болады. Бүйрегімен бірге шығады. Ішінде қалу керек нәрсе бар ма? Ішінде қалу керек нәрсе жоқ. Бәрі бірақ шығады. Бұлай тіл берсеңіз болады, неке. Өкпе, бауыр, жүрек, шек қарнымен. Көрініп тұр, неке жанындағы көк бауырларын, көк етін кесіп аламыз. Қалғанын қолымыз тығамыз. Қолымыз тықсақ өңешпен жәнегі біз тіліп алған кеңірдекті суырып аламыз. Алдыға неке өңешпен кеңірдек және өз жүрек бауырмен бірақ шығарамыз. Мына жерде көк еті қалады. Көк еті кесіп ойнақ қалады бізге. Көк етін ақырын кесіп аласыламыз. Неке шек қарнымыз түсті. Енді шек қарнынан жүрекпен өкпе бауырды жеке алып аламыз. Оны қалай? Жүректің түрі қандай, өкпе бауырдың түрі қандай? Мынауымыз өкпе болады. Бұл өңешті жеке алып тастасақ болады. Қарынға қарай. Мынауымыз өкпе, жүрек мінеки. Мына жерден тілеміз. Түбінде еті бар, сол жерде еттен тілеміз. Неке көріпсіздер. Өңешті алып тастайық. Мынау бауыры. Көріп тұрғандарыңыздай. Неке көк ет жалғап тұрған. Бауырды алдық. Енді кесіп аламыз. Қорықпай кесе беріңіздер, бірақ қарынға тиіп кетпесі бұл. Ең маңыздысы. Өкпесін, жүрегін, өкпе, жүрек және бауырын алдық. Енді бауырдан өтін аламыз. Бұл өт желінбейтін өт, мынау бездерін алып тастайық. Бұны қалай аламыз? Бұл өтін алынғы жолынан бастап алған дұрыс болады. Алынан бастап алдық, тіліп алдық. Ары қарай суыра саламыз. Өтті алу өте маңызды. Өтті алу өте маңызды. Өйткені бұл желінбейтін жаман нәрсе. Етке кетсе бұл дұрыс болмайды. Бұны алып
бауыр жек алып аламыз. Бауырымыз таза дайын. Келесі кезекте енді кеңірдекті кесіп, бұны іліп қоямыз. Жүрегін жарамыз ендігі мәселе. Жүрек қалай жарылу керек? Жүректің сыртында қабы бар, қапшық. Бұның екі құлақшасы, құлағы болады. Жүректің құлағы, бір құлағы, және мына жақта екінші құлағы. Осы құлақтарды алып тастаймыз. Мінекей жүректің бірінші құлағын алып тастайық. Құлағын аламыз. Бір жақ құлағын алдық. Құлақты көрсетіп жүрсіз. Екінші жанында өзі белгілі тұрады. Құлаққа ұқсайды жүректің құлағы. Жүрегіңіздің үніне құлақ түріңіз дейді ғой. Сонда осы жүректің құлағын айтқан ғой. Екінші жүректі алдық. Енді жүректі жарамыз. Бисмилля, Аллаху акбар. Жүректің ортасынан бір бөлдік. Енді екінші келесі. Екінші жағынан бөлеміз, екі көріп тұрғаннан біз. Төртке бөліп тастадық жүректі. Болды, жүрек өкпе таза, енді бұны іліп қоямыз. Сорғы үшін. Жүрек өкпелерін алып қойдық, ендігі бүйректі аламыз. Бір бүйрегі. Екінші бүйрегі қайда екен бұл? Екінші бүйрегі жоқ секілді. Бір пошка бөлемесін бірін сатып жүрген ғой. Ішек қарнының сыртында ішмайы. Ішмай деп осыны айтады. В оболочке дейді ғой. Ішмайы аз екен. Еркек малдарда аз болады, темірғаша қарағанда. Бұл ішмай. Ішмай. Қарның сыртында тұратын нәрсе ішмай. Иә.